Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жаңа бір цифрлы платформамен таныстыру. Бұны сіздер топқа бөлуде де пайдалануларыңызға болады. Ұйымдастыру кезінде, тіпті сабақты бекіту кезінде. Яғни сабақты қай оқушы айтады, соған байланысты таңдау жасауға болады. Мәселен, мына жағдайда келбет таңдалды. Ары қарай бір көрейік. Басқа бір түрі, мысалы, континууны бастық, мынандай түрі де бар, Айсұлтан таңдалды. Тағы да бір формасын көрсетейін. Ақниет таңдалды. Яғни осы оқушылар жауап береді деген сияқты, немесе әр топтан осы оқушылар жауап береді деген сияқты мұғалім өзінің құзыретіне қарай пайдалануына болады. Бұл әлбетте оқушылардың қызығушылығын тудырады. Google-дың іздеу жолағына ағылшын тіліне аударып алып, Stop Watch деп жазасыздар. Мінекей өзі шығып тұр. Ең бірінші тұрғанды таңдадық. Орыс тіліне аударып алуға да болады. Сәл күтейік. Орыс тілін таңдадық. Енді міне көріп тұрсыздар, иә? Есімді таңдау деген орыс тілде жазылып тұр. Сол жолақты басамыз. Әрі қарай бірнеше түрі бар, бірақ біз осы машинка түрін таңдадық. Көк түсті басамыз, әрі қарай енді жұмыс істеу ретін. Егер де сіздерге бұл ұнамаса, алғашында мен көрсеткен формаларды пайдалануға болады. Әрі қарай жоғары жақтағы болтик суреті тұрады ғой, настройки сияқты, соны бастым. Одан кейін аты жөндерді міндетті түрде ауыстыру керек болады. Бәрін белгілеп алып өшіріп, өзімізге қажет есімдерді жазамыз. Есімдер жазылды. Start name'ді бастық. Ал енді көрейік. Басып қалдық мінекей. Ажар шықты. Жалғастырамыз. Келесі жауап беретін мәселен Ақниет деген сияқты, немесе Ажар, Ақниет және Айсұлтандар, олар бірінші топ деген сияқты қылып таңдауға болады. Сау болыңыздар, сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Лайк пен комментарийді ұмытпаңыздар.